Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз кері тригонометриялық функциялар. Соның ішінде y-тен синус x функциясы, арк синус функциясы, арк косинус, арк тангенс және арк котангенс туралы үйренеміз. Бүгін енді ең бірінші топқа бөлінейік. Тақтада жебе тұр. Сол жебеменен алып топқа бөлінеміз. Сабағымызды жасанды интеллектпен бастаймыз. Сәлем, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кері тригонометриялық функциялардың қасиеттері және олардың мәндері. Біз тригонометриялық функциялар туралы білеміз, ал кері тригонометриялық функциялар олардың негізінде тұрған функциялар, яғни бұрышты табуға мүмкіндік береді. Кері тригонометриялық функциялардың әрқайсының өзіне тән қасиеттері мен мәндері бар, және оларды дұрыс пайдалану математикада өте маңызды. Оқу мақсатымыз арк синус, арк косинус, арк котангенс, арк тангенс анықтамаларын білу және олардың мәндерін табу. Сабақтың мақсаты кері тригонометриялық функцияларын түсіндіру, функциялардың геометриялық бейнесін беру. Геометриялық бейнесі дегенді білесіздер ғой? Графигін сызу және кері тригонометриялық функциялардың мәндерін табу. Енді ең бірінші өткен сабақты қайталап алайық балалар. Өткен сабақты қайталайық. Y-тен косинус x функциясының қасиеттерін айтыңдар. Y-тен косинус x функциясының қасиеттері. Косинус қандай функция? Косинус жоқ функция болып табылады. Мәндер облысы -1 мен 1-дің арасы, анықталу облысы барлық мәндер. Барлық мәндер. Өте жақсы. Мәндер Y-тен синус x функциясының қасиеттерін айтамыз. Қасиеттерін Y-тен синус x функциясының қасиеттерін. Y-тен синус x-ның қасиеттері анықталу облысы Y-тен тангенс x функциясының қасиеттері. Я нөлдір. Жақсы, отырамын. Енді келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Енді бүгінгі топтық жұмысты жигсо әдісі бойынша әрбір топ арк синус, арк косинус, арк котангенс, арк тангенс мәндері бойынша бүкіл қасиеттеріне тоқталамыз. Ал балалар, сендер 4 топқа 4 тапсырма берілген. Енді мына жерде 4 топтан бір оқушыдан шығып, бағалайын деп өздерінің тапсырмаларын қазір қорғайды. Топ болып бағалайсыңдар, сондықтан мұқият тыңдап отырыңдар. Иә? Ал Ардақ бастай ғой. Ең бірінші бұл бізде арк синус x функциясы. Бұл жерде арк синус x-тің анықталу облысы -1 мен 1-дің арасында жүреді, ал мәндер облысы -π бөлінген 2 мен π бөлінген 2-ның арасында жүреді. Бұл арк синус x тақ функция болып табылады, яғни арк синус минус x минус арк синус x-ға тең болады. Функция -1 мен 1-дің арасындағы кесіндісінде бір саран өріспел болып табылады. Және үшін синус арк синус x x-ға тең теңдік орындалуы тиіс. Және арк синус минус π бөлінген 2 және π бөлінген 2-ның аралығында тиісті жүреді. Кері тригонометриялық функцияның бірі ол арк косинус x болып келеді. Жалпы арк косинус дегеніміз y-тен косинус x-қа кері шама болып келеді. Және де біз оны арк косинус x деп атаймыз. Жалпы енді қасиеттеріне келсек, арк косинустың анықталу мәні -1 мен 1-дің аралығы, ал мәндер облысы 0 мен π-дің аралығы болып келеді. Және де арк косинус -1 мен 1 аралығында бір сарынды кемімен болып келеді. Және де бұл функция тақта жұпта емес.
Сызған график бұл y-тен аттангенс графигі болып табылады. Негізінен y-тен тангенсті біз минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-ның аралығында табамыз. Яғни бұл жерде біз кері тригонометриялық функция табылады. Бұл минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, және де мәндер облысы минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейін. Бұл функция тақ функциясы болып табылады. Тригонометриялық функциялардың бірі ол бізде y-тен арк катангенс x мен бұл жерде осы графикте осы y-тен арк катангенс x пен y-тен катангенс x графигін салдым. Және де егер де біз бұл жерде графикті дұрыс салсақ, онда y-тен x сызығымен бір жерде үшеуі қиылысады. Және де біз y-тен катангенс x-та мәндер облысы 0 мен пи-дің аралығында болса, мәндер жиынтығы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Және де бұл кері функция болғандықтан y-тен арк катангенста бұл жерде минус шексіздіктен плюс шексіздікте болса, мәндер жиынтығы 0-ден пи-дің аралығында болады. Енді балалар жаңа топта 4 топ өзінің тапсырмаларын қорғап шықты. Енді осы топтарды бағалаймыз. Бірінші Ардақтың тобы y-тен арк синус функциясының графигінің қасиеттері. Жақсы, басқармаға әдісімен бағалады. Келесі y-тен кері функциялардың бірі y-тен арк косинус функциясынікі, олны екінші топ аңар. Бағалаймыз екінші топтың жұмысын. Жақсы, үшінші топтың жұмысын назымды бағалаймыз. Төртінші топтың жұмысы y-тен арк катангенсінің қасиеттеріне тоқталып өтті. Кері тригонометриялық функциялардың диасының тобын бағалаймыз. Жақсы, өте жақсы. Отыра қойыңдар, рахмет. Балалар топтың жұмысты аяқтады, жақсы аяқтадыңдар. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма өзінің жұмыс, яғни ақиқат жалған әдісі бойынша. Тек қана ақиқат ба, жалған ба, сол сұраққа ғана жауап бересіңдер. Бірінші. Арк синус 1 тең минус пи бөлінген 4-іміз жалған. Арк синус 2-ден 1 тең 5 пи бөлінген 6 дейді. Жалған. Арк синус 0 тең пи дейді. Жалған. Келесі арк косинус түбірас тек бөлінген 2 ақиқат. Арк косинус минус 2-ден 1 тең минус пи бөлінген 3 дейді. Жалған. Дұрыс. Арк косинус түбірас тек бөлінген 2, түбірас 3 бөлінген 2 тең пи бөлінген 2. Бөлінген 3. Ақиқат. Ақиқат. Арк тангенс минус 1, 3 пи бөлінген 4. Арк косинус минус түбірас 3 тең минус пи бөлінген 6. Жалған. Арк тангенс минус 1 минус пи бөлінген 4. Ақиқат. Арк синус минус түбірас тек бөлінген 2 минус пи бөлінген 4 дейді. Ақиқат. Арк косинус 0 тең пи бөлінген 2. Келесі тапсырмаға көшеміз. Қателесулер болды. Келесі тапсырма балалар болттық құндылық аялдамасы, яғни бәйтерек аялдамасында, домбыра және асық аялдамасында тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Енді бәйтерек аялдамасын орындаған оқушы бәйтеректің шыңына шықтым деп ойлаңдар. Домбыраны орындаған, тапсырманы орындап біткендер домбыраны меңгердім деп ойлаңдар. Және асық аялдамасындағы орындаған тапсырмалар деңгейлік тапсырмалар, яғни асық ойынында меңгердім деп ойлаңдар. Енді келесі тапсырма осы ұлттық құндылыққа байланысты бәйтерекке берілген тапсырмалар. Өздік жұмыстар тездетіп орындап жіберіңдер орындарында. Орындаған оқушылардың белгілерін соғасындар. Одан кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма біздерде домбыра аялдамасы. Жұптық жұмыс.
келесіңдер, бағалаушылар тексеріп. Жұптық жұмысты орындап бітсе, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма асық аялдамасы, яғни деңгейлік тапсырмалар бұл жерде. Деңгейлік тапсырма бойынша тапсырмалардың белгісін бағалаушылар бағалау парағына түсіріңдер тапсырмалардың балдарын. Әр балға деңгейлік бірінші А тобының А деңгейіне, 1 балл В деңгейіне, 1 балл С деңгейіне, 1 балл сонда дескрипторлар бәрі алдарында жатыр бағалау парақтарының қасында. Сол бойынша балдарыңды қойып шығыңдар. Енді біздер серікту сәті ретінде пиза тапсырмаларын орындаймыз. Жақсылап мұқият қараңдар. Астана мен Павлодар қаласының арақашықтығы шамамен 450 км. Осы арақашықтықты картада бейнелеу қажет. Осы екі қаланың арақашықтығы картада 8 см болу үшін масштабты қалай алу керек? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Егер картаның масштабы бірде 1000 қатынасындай болса, онда 150 км қанша сантиметрге тең болады? Орындарында отырып орындап көрсетесіңдер. Енді бұл жерде бекіту тапсырмалары. Балалар, бүгінгі өткен сабақ бойынша бекіту тапсырмалары, яғни интерактивті тақтада қазір мен сендердің телефондарыңды алыңдар, телефондарыңа ссылка жіберем, сол бойынша Word файлменен тапсырмаларды орындайсыңдар. Орындап болсаңдар, тапсырмаларын 6 тапсырма түгел берілген, 6 тапсырманы орындап болсаңдар, түсінікті ғой тапсырмалар. Енді сендердің нәтижелерін көрейік тапсырған. Аружан, Ардақ, барлықтарын алдын ала алыпсыңдар ғой. Өте жақсы тапсырыпсыңдар, рахмет. Енді оқулықпен жұмысқа көшейік. Оқулықпен жұмыста 2/30 есепке қараңдар. 2/30-да біріншісіне Әйгерім барады, екіншісіне Мөлдір барады, үшіншісіне Назерке, төртіншісіне Мұхамедиян. Әр топтан бір оқушыдан тақтаға тез-тез келіп, оқулықпен жұмыс 2/30 есепті шығара қойыңдар, тездетіп. Ал енді балалар, бағалау парағы бойынша, міне мұнда жерде бірінші миға шабуыл, жаңағы үйде қайталау, өткенді қайталау тапсырмасы, жаңа сабақты меңгеруге жетісу әдісіне, пиза тапсырмаларына, ақиқат жаңа жалған әдісіне, ұлттық құндылықтарды аялдамасы, оқулықпен жұмысқа, Word платформасына 1 балдан қойып отырып, бағалаушылар маған тапсырмаларыңды бересіңдер, бағалау парақтарын тапсырыңдар. Үйге тапсырмада 2/33 пен 2/34 есепті үйге аласыңдар. Енді өздерің осы сабақта алған рефлексияларыңды тақтаға жебені бағана сабақ басталған кезде топ бойынша бөлінген сендер жебеге. Енді сол жебелеріңді нысанаға қадаймыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта не білдік? Кері тригонометриялық функциялардың қасиеттерін білдік. Кері тригонометриялық функция деп қандай функцияларды айтамыз? Y-тен Y-тен аркта косинус, функциялары кері тригонометриялық функциялар. Қасиеттерінің бәрі түсінікті ма? Сұрақтарың бар ма? Жақсы, бүгінгі сабақ түсінікті ғой? Бүгінгі тапсырма алдыңдар. Енді бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Бүгін сабаққа Ардақ, Диас өте жақсы қатысты, Әйгерім жақсы қатысты, Мерей жақсы қатысты, Данияр қатысты, Назым 3-ші топтан, Аружан, Мұхамедияр жақсы қатысты 3-ші топтан, 2-ші топтан Ерасыл, Анар, Мөлдір жақсы қатысты, 4-ші топтан Аружан, Балнұр, Назерке қатысты. Өте жақсы қатыстыңдар, сабақтарына рахмет. Сау болыңдар.